сәрсенбінің сәтінде жобасының кезекті шығарылымында бізде қонақтарымыз Дария ханым. Қайырлы күн, өзіңізді көргеніме қуаныштымын. Әуелен көрермендерге өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Армысыздар, мен Еременко Наталья Сергеевна, ретное слово Украин тілі орталығының басшысы болып келемін. Жақсы, Наталья ханым. Ал енді ең әуелі қазақ тілін қашан, қалай үйреніп бастадыңыз? Жалпы мемлекеттік тілді үйренуге не түрткі болды сізге? Мемлекеттік тілді үйренуге ата-анам түрткі болды. Себебі олар КСРУ кезінде Украинадан оқу орындарын аяқтағаннан кейін Қазақстанға еңбек етуге келген болатын. Сондықтан да бір-бірімен танысып, жүздесіп, үйленіп, біз Қазақстанда туылдық. Ата-анам барлық кезде айтатын, халықты сыйлау, бұл ең алдымен тілді сыйлау. Сол тұрып жатқан жердің әдет-ғұрпын, салт дәстүрлерін сыйлау. Сондықтан да ата-анам бар балаларын қазақ мектебіне оқуға берді. Мен 10 жыл бойына қазақ мектебіне оқыған баламын. Тамаша. Мемлекеттік тілді үйренгеннен кейін жалпы өміріңізде қандай өзгерістер болды? Жұмысыңызда болсын, жеке өміріңізде болсын, қалай әсер етті? Мемлекеттік тілді білу бұл менің екінші ана тілім. Сондықтан да мен оны бөліп жарып айта алмаймын. Сондықтан да тілді білу бұл менің өмірімнің негізгі көрсеткіш деп айта аламын. Біріншіден, екіншіден тілді білу көп септігін тигізді. Біріншіден, сұрапыл 90-шы жылдар деп айтайын. Барлығымыз, енді сіздер өткен жоқсыздар, оны мен студент болып Қарағандыға келдім ол кезде. Қазақ тілі менің өмірімді сақтап қалған тіл. Екіншіден, бұл елге, жерге, халыққа құрмет болғандықтан тілді жетік меңгеру қажет деп ойлаймын. Өзім мамандығым заңгер болғандықтан адамдармен, нормативтік актілермен, студенттермен, көп танымайтын адамдармен жұмыс жасайтын болғандықтан өзімнің біліктілігім, өзімнің сөйлеу әдебім, қағаз жазу, іс жүргізу, мемлекеттік тілде ол өте жауапты нәрсе. Сондықтан да 10 жыл бойына қазақ мектебінде оқу өзімізді жақсы септігін тигізді. Көшеде кездескен танымайтын адамдармен сөйлесіп қалған кезде бірдеңені айтады, сіз мұғалімсіз бе деп айтады. Неге бүйтіп айтасыз, сұрап жатырсыз деп айтқан сұрағанымда сіз басқаша сөйлейсіз дейді. Мен айтамын, жоқ, бұл менің кітаптарды, қазақ кітаптарын оқып өскенім, жаңағы білім алған ошағымның әсері, сондықтан да мен қазақ әдеби тілімен сөйлеймін. Енді өзіңіз айтып жатырсыз ғой, жаңа жалпы қазақ мәдениетіне, әдет-ғұрпына сыйластық болу керек деп. Ал енді осы мемлекеттік тілді үйренгеннен кейін жалпы қазақ мәдениетіне, қазақ құндылықтарына бағалауыңыз, көзқарасыңыз енді одан сайын артқан шығар. Қандай өзгерістер болды? Бала кезімнен қазақтардың ортасында, қазақ мектебінде оқығандықтан көршілеріміз қазақтар болды. Сондықтан да салт дәстүр, әдет-ғұрып, жұмада шелпек пісіру, бауырсақ тарату, тойларға қатысу, балдармен бірге ойнап, бірге жүргендіктен мен жарып білмеймін Украин халқының салт дәстүрлері, әдеттері, қазақ халқының салт дәстүрлері, әдеттері. Тілді үйренген сайын мен осы қазақтың салт дәстүрлері, әдеттерін, көзқарасым кеңейді, сыйластығым ұлғайды. Енді өзіңізбен әңгімелесу барысында қазақтың сөзін майын тамызып сөйлейді екенсіз, ал енді қандай мақал-мәтел сіздің өмірлік ұстанымыңызға жақын? Бірлік болмай, тірлік болмас. Осы мақал менің өмірімнің ұстанымы болып келеді. Себебі бір-бірімізге көмектеспесе, бір-бірімізге қамқорлық жасамаса, адамдар асып кетеді. Адам асса, заманда азады. Сондықтан да бір-бірімізге демеу болғанымыз өте дұрыс деп ойлаймын өмірде. Жақсы, Наталья ханым, ал енді осы өзіңіз басқаратын орталық туралы сөйлессек, енді мен кабинет көріп отырмын, өте әдемі, көрермендерге де қазір көрсетсек. Ал жалпы осы орталықта өзіңіз жақында ғана
өзге ұлт өкілдеріне қазақ тілін үйрету курстарын өткізіңіз, сол қалай өтті? Жалпы енді орталық туралы сөйлессек осы. Рахмет сұрағыңызға. Біздің орталықтың жұмысы, мен бір жыл 2 ай басқара бастадым орталықтың жұмысын. Сондықтан да ең бастысы қолға алғаны бұл мемлекеттік тілді үйрету. Мемлекеттік тілді үйретуге септігімізді тигізуге бағытталған жұмыстың бірі бұл шырақ тілдерді оқыту орталығы СНКВ-мен біз ұзақ мерзімді меморандумға отырдық. Ақысыз, тегін деп қояйын. Негізде біз тек қана Украина ұлтының өкілдерін ғана емес, сонымен қатар өзге тіл үйренемін, мемлекеттік тілді жетік меңгерем деген азаматтарды шақырдық осы курстарға. Бізде қазір 3 топ құрылды. Бұл бастауыш топ, жалғастырушы және де жетік меңгеруге ниеттері бар топ деп айтайық. Сондықтан да 3 топтың жастары аралас болып келеді. Себебі мектеп жасындағы балалар бар, бізде тілді жетік меңгергілер келетіндер, үлкен кісілер бар, қарт кісілер бізде бар. Әсіресе мен риза болатыным қарт кісілерге. Себебі тіл үйрену бұл осы тұрып жатқан елге, жерге құрмет біріншіден, екіншіден енді бұл медициналық көрсеткіштер бойынша да деменцияның алдын алу болып келеді тіл үйрену. Сондықтан да осы шырақ тілдерді оқыту орталығымен біз белсенді жұмыс жасаймыз. Аптасына кем дегенде 2 рет олар осы достық үйінде немесе бізде жазда орталық саябақта, онан кейін Қарқаралыға барды, онан кейін Теміртаудағы жаңағы паркке барды. Яғни тек қана бізде сабақтар кабинетте ғана емес, сонымен қатар тақырыпқа байланысты олар қалада, далада дегенде музейлерге, көрмелерге өтіп жатыр. Бауырсақтарды да пісіріп алып келеміз, қызықтыру үшін әртүрлі әдістерді қолданып жатырмыз. Қазір адамдардың ынтасын жандыру үшін. Себебі мемлекеттік тіл өзіміздің тіліміз. Міне сіздің сұрағыңыздың жалғасы ретінде біз СНКВ ханыммен мен бірігіп украин тілінде қазақ тілін үйренуге арналған әдістемелік құралдың 1-ші бөлімін шығардық. Яғни мына жерде тілді жақсы жетік меңгеру үшін біз көрнекі құралдармен қоса украин тілі мен қазақ тілінің ұқсастықтарын ескере отырып осы оқу құралын жасадық. Сондықтан да бұл қазір Әділет министрлігінде авторлық құқықты алуға біз жібердік. Өте қызық және де тілді үйренуге өте жеңіл әдістермен әзірленген. Жақсы, бағанадан бері біздің көзімізге түсіп отқан сіздің кітап түріңіз. Бұл жерде енді қазақша кітаптар тұр, Абайдың қара сөздері тұр. Қазақша кітаптар көп оқитын сияқтысыз. Қазақша кітаптарды оқыған кезде тіл үйренем деген адамдарға мен барлық кезде айтамын. Өзімнің жаңағыда топта қазақ тілін үйреніп жатқан балалар, ересектер бар дедім, соларға қазақтың ертегілерінен бастаңыздар деп айтамын. Себебі мен де ертегілерден бастадым. Өте әдеби тілмен жазылған, қарапайым әдеби тілмен, сондықтан да сөйлемді құрастыру, көп күрделі сөйлемдер жоқ ертегілерді жазған кезде. Біріншіден, екіншіден тіл үйреншікті болып кетеді. Сондықтан да тілді үйрену тез болады. Ал өзімнің жақсы көретін кітаптардың ішінде ең кереметі деп айта алатыным бұл «Қан-мендер». Осы трилогия өте күшті әсерін қалдырды. Өте әдеби тілмен, керемет әдеби тілмен жазылған. Сондықтан да егер тілді жетік меңгерген азаматтар бар болатын болса, мен осы «Қан-мендерді» оқыңыздар деп айтар едім. Жақсы, бағанадан бері бізге қызық болып отқан бұл аспап. Бұл аспап қалай аталады, осы туралы айтып өтсеңіз. Бұл халық аспабы, бұл домбыра деп аталады. Атынан көріп тұрсыз, естіп тұрсыз, қазақтың домбырасымен ұқсас домбыра. Бұл Украин ұлттық халық аспабы болып келеді. Сондықтан да бұда да ойнау бұл үлкен
тәжірибе көріп отырсыз да қаншама шеттері бар. Сондықтан да бұл домбыра. Жақсы, енді тағы бір бізге қызық болып тұрған бұл ұлттық киімдер өте әдемі, сондай ерекше көзге көрініп тұр. Сол туралы да айта кетсеңіз. Украинаның ұлттық киімдері олар аймаққа байланысты ерекшеленеді. Мысалы бізде Қазақстанда алатын болсақ, ою-өрнектеріміз мысалы батыстағылар өзгеше салады, орталық Қазақстан өзгеше салады. Сондықтан да біз Украинада да дәл солай ерекшеленеді. Ең жақсы қол тоқымасы әрине қазақтарда да, украиндарда тұрмысқа шығатын қыздың жасауын жасайды ғой. Жасауын жасаған кезде кестелеу деген бар. Сондықтан да көрпе төсегін дайындау деген бар. Украин халқында да дәл солай. Қыздың жасауын жасау, кестелеу, мынаның барлығы қолмен тоқылған. Сондықтан да егер қыз өзі тоқитын болса, болашақ құдалар оны қуана ондай келінді қарсы алады. Ал тағы қандай осы Украин халқы мен қазақ халқының қандай мәдениетінде бір ұқсастықтары бар? Мәдениеттегі ұқсастық бұл менің ойымша біріншіден қонақжайлық. Қазақ халқы өздеріңіз білесіздер, қонақжайлығымен енді өте ерекшеленетін халық. Бауырмалдықпен, онан кейін дастарханмен ерекшеленеді. Сондықтан да Украин халқы да өте қонақжай, бауырмал, дастарханмен де ерекшеленеді. Дастарханымыздың ұқсастықтары да бар, яғни бауырсақ пісіру. Украин халқында да бар. Өрілген түрі. Онан кейін қонақжайлық, құдай қонақ деген. Украиндарда да бар құдай қонақ деген. Онан кейін келген қонаққа ең жақсы орынды беру, қазақтар төрді беру дейді. Солай емес пе? Онан кейін келген қонақты құрғылы жібермеу. Яғни кәдесый деген бар. Бізде де бар ондай құрғыл қонақты еш уақытта жібермейді. Үйдің егесі аш болса да бір нәрсені қолдарына ұстады, қонақтарға береді. Себебі ол қонақпен үйге құт береке келді дейді. Сондықтан да онан кейін бізде мынау тойларды өткізу бойынша баланы қырқынан шығару деген бар. Бізде де бар баланы қырқынан шығару. Мен өзім екі ұлымды қырқынан шығардым, тұсауларын кескіздім. Сондықтан да өте көп ұқсастықтар деп айта аламын. Мысалы, украин тілінде түркі тілдес сөздер де бар. Түркі тілдес сөздер көп кездеседі. Сондықтан да осы оқу құралын жазғанымызда украин тілінде қазақ тілін үйрену. Біз осы тарихи фактор бір. Екіншіден тіл ерекшелігінде ескердік. Себебі түркі тілдес сөздер көп болғандықтан тілді меңгеру жеңіл болады. Жақсы, Наталья ханым, ал енді осы қазақ тілін үйрену сізге тек бір жаңа тіл үйренумен де одан да кеңірек мағынасы бар ма? Қазақ тілін үйрену әрине бұл өзіме бір өмірді, тағы бір өмірді қостым деп айта аламын. Себебі әрдайым сіз тілді үйренген кезде тек қана грамматика сөйлеу ғана емес, сол елдің мәдениетін, сол елдің тарихын, сол елдің өмірін өзіңізге, өз бойыңызға сіңіресіз, оны өз балаларыңызға таратасыз. Сондықтан да бұл тағы бір өмірді қосу деп ойлаймын. Тамаша. Ал енді ғана мемлекеттік тілді үйреніп бастаған үйренушілерге, жалпы осы үйренуге ниетті тұлғаларға қандай кеңес бересіз? Енді ғана тілді үйреніп жатқан азаматтар мен азаматшаларға қайтадан айтамын, қазақтың ертегілерінен бастаңыздар. Екіншіден, өлең шумақтарын бірінші өздеріңізді ана тіліңізде білетін, сонан кейін оның қазақша аудармасын. Міне егер сізде бірінші ана тілде осы өлең шумақтарды, тақпақтарды оқып түсінген болатын болсаңыз, қазақ тілінде жаңа оқып жатқандықтан сіздерге оны меңгеру жеңіл болады. Себебі сіз ол өлең шумақтардың мағынасын білесіздер. Мен осындай кеңес
беретін. Және де далаға шығыңыздар, сөйлесіңіздер, ұялмаған әнші болады дейді. Қазір ұялудың қажеті жоқ. Сондықтан да біреу дұрыс орысша сөйлемейді, біреу дұрыс ағылшынша сөйлемейді, біреу дұрыс қытай тілінде сөйлемейді. Бірақ сөйлей шешен боласың дейді ғой. Сондықтан да сөйлей беріңіздер. Қазақ халқы өте бейбітшілікті алға қоятын халық болғандықтан олар түсіністікпен қарайды. Сіздің енді тілді үйреніп жатқаныңызды көріп, қайта сізге құрмет көрсетіп, сіздерге беттеріңізге ешкім баспайды деп ойлаймын. Сіз дұрыс сөйлемей жатырсыз деп, қайта сізге күліп құшақтап, сізді балам ол осылай деп түзетіп айтады. Сондықтан да ұялмаңыздар. Ұялмаған әнші болады. Көп рахмет сізге, Наталья ханым, өзіңізбен әңгімелескенімізге, сұхбаттасқанымызға өте қуаныштымыз. Өзіңіз сияқты осы тілге жаны ашитын, ұлтқа жаны ашитын тұлғалар көп болсын дейміз. Рахмет. Келгендеріңізге тағы да күтеміз сізді біздің қазақ тілі сабақтарымызға келсеңіздер деп. Жақсы, әрине алдағы уақытта енді бұйырса сіздердің сабақ барыстарыңызды да біз түсіріп осы көрермендерге насихаттайтын боламыз. Құрметті көрермен, бүгінгі шығарылымымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше.